саламатсыздарбы? Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, Алла жақсылар, өздеріңізде қалай? Гүлнұр, сіз қай тамақты дәмді пісіресіз? Мантыны дәмдеп пісіремін мен. Мәссаған. Иә. Негізі қай тамақты жақсы көресіз ерекше? Өзім бешбармақты жақсы көремін. Кухняда болғанды ұнатасыз ба? Или үй тірлігіне, үй тазалап? Үй тазалағанды ұнатамын. Чистота, тазалық осы. Шаңдарды сүртіп, кәштік бар оны шаштарды алып тастап, порядкілеп былай. Тәтті жасай аласыз ба? Тәттіге қатты жоқпын ондай. Торт, бисквит ондай қатты жасамаймын. Тамақ жасаймын, бірақ қандай бисквит, Ал өзіңіз андай көзіңізді капризная деп айта аласыз ба? өзімді капризная деп айта алмаймын. Тамаққа келгенде. Жоқ, вообще ұнатпаймын мен ондай жігіттерді ше. Потому что өзім любой бір ресторанға барсам, қолмен жегенді ұнатамын ше. Удобно да, потому что ше. Бір жігіттер болады, пиццаны пышақпен былай кесіп отырады ше, адамның еріне деп. Солар вообще ұнамайды. Ұнамай ма? Ой деп ше. Бірақ ол бір елдің мәдениеті ғой. Солай Европада мысалы солай пиццаны көп бөлікке бөліп, пышақпен, вилкамен солай жейді. Шамшықмен. Біздің қарапайым жерлер. Ол жаққа барай келе сөйтпейсіздер былай деп. Хотя мен ол жаққа барсам да қолмен былай ұра беремін. Солай екен. Жігіттер сіздерге айтып жатыр, ескерту. Гүлнұрға келетін жігіт тамақтан талғамай жеу керек. Бастысы мантыны дәмді істейді, Иә, әдемі жасаймын прям. Үміткеріңіз бар, Үміткерім пока что бар, иә. Пока что деп қойды, ұнап жатыр ма? Үміткерім, иә, Том Круз беді, кім айтты алды? Том Круз деп, ана сосын Том Крузға ұқсамаймын деп айтпайды еще. Салыстырып көрген еді, шаштары ұқсайды екен, басқа жер ұқсамайды. Жасминнің көңіл күйі қалай екен? Жасмин, сіз тамақ пісіргенге қалайсыз? Мен жақсы. Күшті ең дәмді пісіретін тамағыңыз ше? Альфредо паста. Мәссаған. Ал сіз тамаққа келгенде андай капризная деп айтады ғой, сондайсыз ба? Кішкене бар, иә. Ондай бар, иә? Иә, андай жир нәрселер жей алмаймын. Майлы тамақтарды жей алмайсыз. Жігітіңіз сондай тамақ талғап жейтін болса? Енді денсаулығына байланысты болса, иә, талғап жей керек қой, барын жемей керек қой. Кейін болашақта сонда сіздер бір салатты өмір салтын ұстанып, сондай тамақтар жейсіздер ма? Әлде бәрін бешбармақ бәрін жей бересіздер ма? Көреміз, білмеймін. Қалай жесе сол. Мен, например, бешбармақ жақсы көремін. Просто андай жырларды чуть-чуть қоспайды ғой, сен жей алмаймын. Солай екен. Жансая, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Күшті мен көңіл. Жансая, сіз жалпы тамақты талғап жейтіндердің қатарынансыз ба? Жоқ, мен бәрін жей беремін. Бәрін жей бересіз. Жігітіңіз сондай болып қалса, Қандай? мысалы, тамақ талғап жер, мен нан жемеймін, мынауың майлы, мынауың андай деп ысырып тастап отырса тамағын. Ондай еркеліктерін қалтасына салып қояды ғой. Мен Бүйтіп ұстайын дегендей болды. не істеймін, соны жейтін болады. Болмаса сыртқа шықпасын негізі. Ал жалпы өзіңіз қай тамақты дәмді пісіресіз? Ең өзіңізге ұнайтын? Борщ. Борщ. А былай бәрін істей беремін, манты, бешбармақ бәрін істей беремін. Бірақ именно борщ мен жақсы шығады, прям такой наваристый болып. Өзіңізге ұнай ма? Иә. Ал тәттіге келгенде ше? Тәтті пирогтар ма? Иә. Былай бұрын пісіретінмін, бірақ пісірмегеніме біраз жыл қалды, примерно 3-4 жыл. Бірақ негіз жасасаңыз бәрін жасайсыз. Иә, бәрін жасаймын. Көрдіңіздер ғой, қандай пысық, мен всегда айтамын, Жансая пысық қыз сондай. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Ұнап жатыр ма біздің студия, біздің адамдар? Қатысушылар мазаңызды алып жатқан жоқ па? Ой, жоқ, қатысушылар күшті ғой. Үлкен болып келгенмен андай рахат қой. Мен сінбей жатқандар болып жатқан жоқ. Жоқ, Бәрі күшті ме екен? бәрі әдемі. Сіз егерде өзіңіздің жақсы көрген қызыңыз, бір салақ қыз болып қалса, қалай қабылдайсыз? Салақ қыз болып қалса, енді петіп келтіріп аласың. Келтіріп алуға болады, Конечно.